Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін етсіз манты қалай дайындалатынын көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға 200 мг жылы су құямыз, 1 чайная ложка тұз саламыз, 2 столовый ложка өсімдік майын құямыз, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Ұн саламыз, біздерге ұн 500-700 грамм шамасында қажет болады. Одан кейін 1 жұмыртқа салып араластырамыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін ұн салып тестамызды дайындаймыз. Видеода көрсетілген құралдармен начинкасын жасаймыз. Жусайды уақтап турап аламыз. Жусайымызды турап болғаннан кейін пиязымызды тураймыз. Пиязды блендерден де уақтап алуға болады, немесе осылай видеодағыдай қолмен турасаңыз да артық етпейді. Енді құйрық майды тураймыз. Құйрық май турауға ыңғайлы болу үшін морозкадан шыққан сәл қаттылау болса жақсы болады. Барлығын турап болғаннан кейін тұз, бұрыш, орегано дәміне қарай қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін араластырамыз. Қасықпен араластыру ыңғайсыз болса, қолмен араластырсаңыз да болады. Енді тестімізді жаямыз. Тестіміз жаюға ыңғайлы болу үшін бірнеше бөліктерге бөліп алған дұрыс. Тестімізді жайып болғаннан кейін начинкаларын саламыз. Енді әдемілеп мантымызды түйеміз. Мантыларымызды түйіп болдық. Қараңыздаршы, менің мантыларым қандай әдемі шыққан, бір келкі. Енді мантыларымызды табаға саламыз. Содан кейін пісіруге жібереміз. Мантымыз дайын. Дәл осылай жусаймен манты сіздерде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.